Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі арнайы пән оқытушысы Медиев Нұрдәулет. Бүгінгі біздің өтетін тақырып тұрақты тоқ машинасы. Жалпы электр машиналары, тұрақты тоқ машиналары және айнымалы тоқ машиналары болып екіге бөлінеді. Тұрақты тоқ машиналары генераторлық және қозғалтқыштық, ал айнымалы тоқ машиналары синхронды және асинхронды болып бөлінеді. Жалпы тұрақты тоқ машинасы дегеніміз айналыс механикалық энергияны тұрақты тоқтың энергиясына және керісінше тұрақты тоқтың энергиясын механикалық энергияға түрлендіретін электр машинасы. Тұрақты тоқ машиналары жаңа айттық, қозғалтқыштық және генераторлық болып бөлінеді. Қолдану аймақтары автоматты реттегіш жүйелерінің түйіні ретінде, электрлік сигналдардың күшейткіші ретінде, электролиздік ванналарды қоректендіру үшін, аккумуляторларды зарядтау үшін, жоғары сапарлы дәнекерлеу, тікұшақ және автомобиль электр жабдығының тізімін жасау үшін керек болады. Жалпы тұрақты тоқ машиналары тұрақты тоқ қозғалтқышының басқа типті қозғалтқыштарға қарағанда өте маңызды артықшылықтары бар. Олар якордың айналу жиілігін кең ауқымда өзгертуге болады және ол қарапайым техникалық тәсілдер арқылы орындалады. Аз тоқ кезінде үлкен жүргізіп жіберу моментін тудыра алады. Олар электрлік транспортта, шахталық көтеруші машиналарда және жол құрылысы мен жөндеу, әрлеу машиналарында, прокаттық стан мен корабльдерде, автоматты басқару жүйелерінде қозғалтқыш ретінде қолданылады. Тұрақты тоқ генераторлары электролиттік ванналарды қоректендіру үшін, аккумуляторлық батареяларды зарядтау үшін және жоғары сапалы электрлік пісіру, яғни сварка кезінде қолданылады. Олар автоматты басқару жүйелерінде электромашиналық күшейткіш ретінде, сонымен қатар айналу жиілігін өлшейтін тахогенератор ретінде де. Жалпы тұрақты тоқ машиналарының конструкциясының негізгі кемшілігі щетка коллекторлық құрылғының болуында. Мұндай құрылғының болуы мынадай зиянды құбылыстардың пайда болуына себеп болады. Біріншіден, жұмыс кезінде графиттік щеткалар коллектордың пластиналарына үйкеледі. Сол кезде пайда болған графиттік шаң машинаның ішкі бөлігіне таралады да оқшаулағыш материалдар мен детальдарға жинақталып, олардың оқшаулағыш, яғни изоляциялық қасиетін нашарлатады. Екіншіден, белгілі бір жайсыз жағдайларда щетканың астында әртүрлі қарқынды ұшқындар пайда болады. Олар кейде коллектор бойында шеңбер түрінде отқа ауысады. Аталған факторлар машинаның жұмыс істеу сенімділігін нашарлатады, тұрақты түрде бақылауды және күтімді қажет етеді. Бұл бізде тұрақты тоқ машинасының құрылысы. Бірінші ол бізде станина, екінші қоздыру орамасы, үшінші бас полюс, төртінші якор орамасының орамдары, бесінші қосымша полюс, алтыншы графиттік щетка, жетінші коллектор, сегізінші якор, және тоғызыншы магнит ағыны. Тұрақты тоқ машинасының құрылысы. Жалпы тұрақты тоқ машиналары қозғалмайтын бөлік статордан және айналмалы бөлік якорден тұрады. Статор мен якор бір-бірінен ауалық саңылау арқылы бөлінген. Статор уақытқа тәуелді, өзгермейтін және кеңістікте қозғалмайтын. Тұрақты магнит ағынын тудыруға арналған бас полюстерден, коллектордың ұшқынсыз жұмыс режимін қамтамасыз етуге арналған және бас полюстердің арасында орналасқан қосымша полюстерден және станинадан тұрады. Якорде электр энергиясын механикалық энергияға түрлену үрдісі немесе механикалық энергияның электр энергиясына түрлену. Жалпы бас полюс, қосымша полюс, станина жайлы айтатын боламыз. Бас полюс дегеніміз ол 0,5-1 мм электротехникалық болат қаңылтырдан жинақталған өзекшеден, оның полюстік ұштығынан және өзекшеге кигізілген каркасқа орналған оқшауландырылған мыс сымдардан тұратын қоздыру орамасынан тұрады. Қосымша полюстер полюстік ұштығы бар өзекшеден және каркасқа орнатылған орамадан тұрады. Станина
фундаментке бекітілген қозғалмайтын бөлік. Тұрақты тоқ машинасының магниттік тізбегі ол ауалық саңылауда магнит өрісін тудыруға және таратуға арналған. Тұрақты тоқ машинасының бас электр тізбегі якорь орамасынан, коллектордан және щеткадан тұрады. Бұл элементтер үлкен тоқтарға есептелген және оларда энергияның түрлендіру үрдісі өтеді. Қосымша электрлік элементке қоздыру орамасы жатады. Оның орам саны көп болады және мәні аз тоқтарға. Бұл жерде бізде тұрақты тоқ генераторының жұмыс істеу принципі көрсетілген. Тұрақты тоқ машинасы генераторлық режимде жұмыс жасау үшін бас полюстердің қоздыру орамалары тұрақты тоқ көзіне қосылуы керек және якорь қандай да бір жетектеуші қозғалтқыштың көмегімен айналдырылуы керек, яғни оған механикалық энергия берілуі қажет. Тұрақты тоқ генераторының якорьның электр қозғаушы күші міне формуласы сіздерге көрсетілген. Генератордың электромагниттік моменттің, яғни М деп тұрған бұл жерде момент, И деп тұрғанымыз тоқ, және де F деп тұрғанымыз ол магнит ағыны, S, М деп тұрғанымыз ол моменттің конструктивтік коэффициенті, яғни F деп тұрған ол бір полюстің магнит ағыны. N ол мына жерде мысалы S, M тең болады пи бөлінген 2 пи көбейтілген MA. Бұл жерде N деп тұрғанымыз якорьдің айналу жиілігі. Пи бізде білеміз 3,14-ке тең. 2А деп тұрғанымыз бұл жерде якорь орамасының параллель тармақтарының саны. Тұрақты тоқ генераторларының негізгі параметрлері және сипаттамалары. Тұрақты тоқ генераторының жұмыс істейтін негізгі параметрлері өндірілетін қуат, ұштықтарындағы кернеу, яғни қысқыштарындағы кернеу, қоздыру тоғы, якорь тоғы немесе жүктемелік тоқ, айналу жиілігі. Тұрақты тоқ генераторының негізгі сипаттамалары: бос жүріс сипаттамасы, сыртқы сипаттама,